Assalamu alaikum. Бүгін сіздермен бірге Казмет School каналы. Бүгін сіздермен бірге мына сұраққа жауап беретін боламыз. Егер адам көрмесе және иісін сезбесе, картошка, пияз және де алманың бір-бірінен дәмін ажырата алмайды деген сұраққа. Бұл экспериментке көмектесетін бізге Сұлтан және Нұржан. Және де оған қажет тағамдар мыналар. Ол үшін бізге қажетті көзді байлау, иіс сезбеуге бізге көмектесетін мұрынды жабу, лейкопластырмен. Оны тексеруіміз үшін спиртпен иіскетіп көреміз. Нұржан не сезіп тұрсың? Ештеңе. Сұлтан не сезіп тұрсың? Жоқ, сезілмейді. Нұржан, ұста. Сұлтан, ұста. Енді жеңдер. Барады. Жеңдер. Сәліз. Сұлтан. Сәліз. Не бар, ажыратамай қалған. Білдіңдер ма? Дәмін? Лимон. Лимон. Сыған айт. Дайынсыңдар ма? Алма. Ер. Алма. Olma. Oldu mu? Dәміне. Кім біледі? Апельсин. Апельсин жайлы айтатын болсақ, апельсин оның мен дәмін оның ішіндегі кішкентай түйіршіктерінен білдім. Асып кетіңдер, жеп алыңдар жақсылап. Ха. Білдіңдер ма? Білесіңдер ма? Айтпадың ма? Білесіңдер ма? Аха. Сұлтан? Примерно. Сұлтан не? Пияз. Пияз. Пияз алғашқыда оның дәмі білінбейді ауыл салғанда, сәл 1-2 секундтан кейін оның ащылығы білінеді тілдің ұшына. Содан оны білдім. Дәмінің не екенін білдіңдер ма? Нұржан? Аға. Білмедің ба? Тота. Ойланыңдар. Айтайын ба мен? Жоқ, асықпаңдар. Тота. Еді. Менің дәміне ұқсайды? Дәмі қалай сипаттап берші? Нұржан? Картошка. Сұлтан? Картошка піскен. Піспеген картошка. Сұлтан? Білмедім нәже. Білмедің ба? Дәмі қалай? Дәм. Сәлізге ұқсап кетті ғой. Картошка туралы айтатын болсақ, бізде картошканың екі несі болды, піскені и піспегені. Піскені айтатын болсақ, піскеннің оны дәмінен білуге болады екен. Ал піспегені содан қателестім мен. Сол қиындау болды. Айта берейік па? 1, 2, 3. Помидор. Же. Бірінші мен айта берейін ба? Айта бер. Алма. Сұлтан? Картошканың піскені. Жей бер. Пияз. Сәбіз. Öyle. Kurt. Almadı kurtu. Жеңдер. Sıkma vurdu. Kurma. Miyiz. Жаңғыр. Жеңдер. Bakan. Ay bu aytma. Bakan. Айта білдің? Алға. Ha? Pomidor. Ема. Бля. Картошка. Сұлтан? Картошка піспеген. Пияз. Пияз. Hadi açsın.
Алма. Сұлтан, қалай болды бұл эксперимент? Былай негізі болады екен істеуге. Бірақ өтірік екен эксперименттер. Иә. Дәмін ажырата аласың ба? Дәмін ажыратасың, тілдің ұшымен ажыратасың ажыратқанда ше. И ары қарай уже. Картошканы ажырата алмай қалдың ба бір рет? Мен сезінеді екенсің. Қайсысын тауып қиын саған? Картошка піспегені сәл бірдей болып қалады екен да. Қайсысын ажыратып қиын бұл? Бөрде ма? Иә. Сол піспеген картошка, сол қиындау болды. Сол ғана ма? Иә. А пиязда біраз тоқтап қалдың ба, ойланып? Короче, пияз басында білінбейді екен да ол. И тәл жеген соң уже ар қарай уже ащылығы білінеді ғой, тілдің ұшына тиеді сол кезде білінеді екен ол картошканың. Пияздың. Бізде экспериментіміз осымен аяқталды. Егер сіздерде идеялар болса айтыңыздар. Арнамызға тіркеліп кетіңіздер, лайкты басыңыздар және комментарияға өз ойларыңызды білдіріңіздер. Рахмет.